Бүгін бізде қонақта Палтушев Ерқот Асхатұлы, өзіңізді таныстыра кетсеңіз. Мен Палтушев капитан Палтушев Ерқот Асхатұлы, Жамбыл облысы бойынша Жамбыл шекара басқармасының әскери қызметшісімін. Қазіргі уақытта сол шекара басқармада өз қызметінің міндеттерін атқарамын. Ерқот мырза, еңбек жолыңызды қайдан бастадыңыз? Мен өз еңбек жолымды 2013 жылы біздің Алматы қаласында орналасқан ұлттық қауіпсіздік комитетінің шекара қызметінің академиясына түсіп, 2017 жылы бітіріп, бірінші лейтенант әскери шенімді алып, Сарыағаш қаласына барып, Сарыағаш шекара басқармасында шекара заставы бастығының орынбасары болып, өз міндетінің бірінші жұмыс атқарғам. Одан бастап ары қарай Қордай шекара басқармасында, қазіргі уақытта Жамбыл шекара басқармасында қызмет атқарамын. Рахмет. Ерқот мырза, қандай студент болдыңыз? Мен шекара қызметінің академиясында оқыған кезде курсант болғам. Ол кезде бөлімше командирі болдым, курсант болдым. Жақсы, ақылды курсант болып бітіргем. Рахмет сізге. Ерқот мырза, бүгінгі күннің басты сұрағына ауыссақ, жұмыс орныңыздағы бір күндік уақытыңыз қалай өтеді? Біздің жұмыс орнымыздағы бір күндік уақытымыз өте қызық өтеді. Біз мысалы сағат 9 қызметтік регламентіне күн тәртібіне байланысты сағат 9:00-де жұмыс орнында болуымыз қажет. Сосын біздің шекара басқарма бастығымыз подполковник Абуов Бекислам Бақытжанович деген кісі, ол кісі бізбен жиналыс өткізеді. Жиналыс өткен кезде жоғары басшылықтан түскен бізге тапсырмаларды әрбір әскери қызметші, бөлімшелер, топ бастықтары өзіне жоғары басшылықтан келген біздің шекара басқармасынан бастығынан тапсырмаларды алып, сол тапсырмаларды күні бойы орындайды. Бүкіл бір күндік уақыт біздің сол күн тәртібімен қызметтік регламентқа сәйкес өтеді. Өте жақсы, рахмет сізге. Ерқот мырза, жұмысыңыздың қиындықтары және де ол қиындықтармен қалай күресесіз? Сол жайлы айтсаңыз. Енді жұмыстың оңайы жоқ, былай айтқанша. Бүкіл жұмыста да қиыншылық бар. Мен өзімдікін емес, біздің әсіресе шекара қызметімізде көп біздің енді Қазақстан еліміздің жері үлкен ғой, 9-шы орын алады осы дүниежүзілік бойынша. Соны айтар кетсем, біздің шекара қызметінде мысалы мен сияқты офицерлер де бар, капитандар, құмда қызмет атқаратын, тауда қызмет атқаратын, Каспий теңізінің бойында қызмет атқаратын, мысалы бүкіл кейбір жерлерде де мысалы өзінің де бір условиялары бар, мысалы сеть ұстамайды бір жерде, интернет жоқ бір кезде. Соған айтар кетсем, біздің әскери қызметшілерге, офицерлерге төзімділік пен шыдамдылық талап етеді. Өте жақсы. Антына адал болып қызмет атқарған. Рахмет сізге. Ерқот мырза, мен де сондай боламын деп мамандық таңдауда қызыққан, сол кісіге еліктеген адамыңыз бар ма өмірде? Бұл өмірде айтар кетсем, біздің отбасымыз бәрі шекарашылар. Әкем, шешем, ағам бар. Солар мен кішкентай кезімнен бастап солардың қасында өскем, көрген шекара қызметінде кім қалай қызмет атқарып жатыр, қалай болып жатқан мысалы. Сол кіші кезінен бастап сол үлкен ағама, әкеме қарап мен үлгі алғам, шекарашы боламын деп осы шекара қызметіне келдім. Өте жақсы, рахмет сізге. Ерқот мырза, білім алу еш уақытта кеш емес. Қазақ тілін қайдан үйрендіңіз? Біріншіден біз осы Қазақстан елінің тұрғындары болғаннан кейін, біз біріншіден әскери қызметші болғаннан кейін өз ана тілді, еліміздің қазақ тілімізді білуіміз қажет. Сосын бұған себеп болған менің оңтүстік өңірлік басқармаларда қызмет атқарғаным, оңтүстікте бәрі қазақша сөйлеп, осы жерде тілде киіп атқарған. Сонымен қатар тілдерді оқыту орталығының, қазіргі уақытта тілдерді оқыту орталығының мұғалімдердің көмегімен қазақ тіліні қосымша арттырып жатыр. Өте жақсы. Ерқот мырза, бала кезіңізге ауыссақ, кішкентай Ерқот қандай бала болды? Әжемнің айтуы бойынша, мен кішкентай кезімде өте бұзық болған. Сөз тыңдамай
кішкене өсе бере, мектепке бара бере уже мен белсенді болған екенмін. Мектепте де, оқуда да. Жақсы оқығансыз, иә? Жақсы оқығам. Өте жақсы. Ерқұт мырза, балалық шағыңыздың аспаны, ауылға жиі ат басын бұрасыз ба? Ауылға 2000 мектеп бітіргеннен бері, академия түскеннен бері, шекара қызметіне қызмет атқарудан ауылға тек қана осы жыл сайынғы кезекті демалысқа шыққан кезде ғана барамын. Басқа уақытта жұмыс орындамыз. Тәртіпке бағынған құл болмайды демекші, шекара қызметінен келген Ерқұт мырза, бүгінгі сұхбатыңыз өте әсерлі болды. Келгеніңізге алғысым шексіз.